100% жарық бақ болған, бағы жанған жарық. Құдай, домалақ ғалам болып кетті. Соң кейін ол баланы жаратты. Бірінші ол баланы 4,5 миллиард, соң қыз баланы 4,5 миллиард. Ана дүние домалақ өсе береді. Осы жер сияқылды. Суда, жерде бәрі бар ода. Қумандыр о, сендер аспанның үстінде бітпеушілікте өмір сүре алмайсыңдар. Кім болсан да жан мәңгі. Әрбір жан сезеді, жан бар ғой сенде. Жан бар ғой, міне мен көзімде көріп тұр жан бар екен. Денемде көріп тұр міне. Жан бар мына. Жан мәңгі, күн сияқылды, күн мәңгі. Құдай аспан домалақ ғалам. Бүтіндей бәрін жаратқан. Сонда сені жаратқанда саған 100% таза жан бергенде, қыз болсан да, ұл болсан да, сені әке істегенде, анашын саған өз жүрегін бергенде, ішінде анашының болғанда, Құдай жаратқанда, әке істегенде, анашың ішінде болғанда, ана жүрек бергенде, сол кезде сенің бағын жанып қойған мәңгіге сен тірі жан болдың, болды. Мына үшеу қосылды ма, болды. Ана дүниеге сол уақытта кет қалдың ба, ол мәселе емес. Разницы нету. Сен сен болды, тірі жан болдың ба, болды. Бағын жанып қойды. Және сен 100% бақытты жансың. Кім болсан да. Және сенде мәңгі жақсы 100%, қалай болса да. 100% сен өз таңдауың, қалай сенде жақсы болу керек, қалай сен бақытты болу керексің. Бірақ бағын жанып қойды, одан сен қаша алмайды ешкім. 100% бақ аны, жанып тұр аны, Құдай. Аспан домалақ ғалам. Қалай жанып тұрса да, сол жанып тұр, ол тірі қазір. Міне, тірісің ғой, қандай болсын сондайсың, мен ғана білейін. 100% мынау домалақ Құдай, нулевой, бля. Хоть последний будь, хоть какой, ты счастливчик, блядь. Ты родился, тебя создали, тебя зачали, мама тебе дала сердце, блядь, и дала, чтобы тебя создали и чтобы зачали, блядь. Ну тут же мама здесь точку ставит, блядь, в твоем рождении, начало дает, а точку ставит Всевышний. Мужчина делает, Всевышний уже точку ставит, блядь, давать душу или не давать, блядь. Такой выбор у Создателя единого есть, блядь. Хвала Всевышнему, аминь.